Шымкентте Аманат партиясының қалалық филиалының ұйымдастыруымен құқықтық көмек жобасы аясында көшпелі мобильді қоғамдық қабылдау өтті. Мобильді қабылдаудың негізгі мақсаты шалғай аумақтағы азаматтарға қолжетімді құқықтық көмек көрсету және олардың мәселелерін жергілікті жерде жедел шешу. Аманат партиясының Шымкент қалалық филиалының атқарушы хатшысының орынбасары Ербол Байқонысовтың айтуынша, партияның құқықтық көмек жобасы аясында кезекті көшпелі мобильді қабылдау өткізіліп жатыр. Оның сөзінше, бұл шараның басты мақсаты шалғай елді мекендердегі тұрғындардың өтініштерін тыңдап, олардың мәселелерін партия бақылауына алу. Ербол Байқонысов жыл басынан бері 27 мобильді қабылдауларды өткізілгенін атап өтті. Осы уақыт аралығында 491 тұрғын өтініш берген, оның 59% оң шешімін тапқан. Аманат партиясының құқықтық көмек жобасы аясында шарамыз өткізіліп жатыр. Бұл бірінші кезекте біз шалғай елді мекендердегі азаматтардың мұң-мұқтажын тыңдап, яғни қандай ұсыныстар болатын болса, сол талап тілектерін өзіміздің назарымызға алып, партиялық бақылауға қоямыз. Бүгінгі күнге дейін жылдың басынан бері 27 рет өткізіліп отыр. Оның ішінде 491 адам бізге өтініш білдірген, оның 59% оң шешім тапты. Яғни қалғандары біздің партиялық бақылауға қойғанбыз. Бұл дегеніміз біздің енді партияның ғимаратына ғана емес, біздің партия филиалы, аудандық филиалдар осы халыққа келіп, алдына келіп, өз мұң-мұқтаждарын естіп, оның ұсыныс тілектерін білдіру мақсатына жасалып отқан дүние. Мәселелердің басым көпшілігі қандай? Енді бірінші кезекте біз Шымкент қаласында бірінші кезекте инфрақұрылым мәселесі бірінші кезекте тұр. Ол жерде газ, су, свет мәселесі және асфальт мәселесі. Одан кейін екінші мәселе әлеуметтік жағдай, одан кейін тұрғын үй кезегі, одан кейін жер мәселесі. Осы біздің басты осы үштікте тұр. Аманат партиясы Шымкент қалалық филиалы қоғамдық қабылдау бөлмесінің меңгерушісі Гүлжанат Баетованың пікірінше, партияның құқықтық көмек жобасы аясында Еңбекші ауданында шалғай елді мекен тұрғындарын қамту мақсатында жеке қабылдау ұйымдастырылып жатыр. Қабылдауға келген азаматтардың өтініштерінің көпшілігі әлеуметтік қамсыздандыру мәселесіне байланысты. Гүлжанат Баетованың айтуынша, жыл соңына дейін мобильді қабылдаулар жалғасады, ал партия алдағы уақытта да тағы бірнеше шалғай елді мекенге барып, халықтың мәселелерін тыңдауды жоспарлап отыр. Еңбекші ауданында шалғай елді мекендерді қамту мақсатында құқықтық көмек партиялық жоба аясында азаматтарды жеке қабылдау бойынша іс-шара өткізіп жатыр. Қабылдауға өте көп азаматтар келіп жатыр. Оның көтеріп жатқан мәселелерінің басым бөлігі жаңағыдай әлеуметтік қамсыздандыру негізгі мәселе. Тұрғын үй мәселесі бойынша жастарымыздың қазір жастар бағдарламасы арқылы тұрғын үйді қамту мәселелері көтеріліп жатыр. Одан бөлек құқықтық көмек партиялық жоба аясында болғандықтан біз заңгерлермен, полиция департаментіне, прокуратурамен азаматтар қабылдауға отыр. Ол мәселе бойынша да азаматтар өздерінің заңгерлік кеңестерін алып жатыр. Біз Шымкент қалалық филиалы жыл басынан бері жаңа мобильді қоғамдық қабылдауды өткізіп келе жатырмыз. Осы уақытқа дейін 27 мобильді қабылдау өткіздік. 491 азаматты қабылдап, оның ішінде 59% қазіргі таңда оң шешім тауып отыр. Жыл соңына дейін бұл іс-шарамыз өзінің жалғасын табады. Әлі де бірнеше шалғай елді мекендерге жаңа көшпелі қабылдау жасап, азаматтардың мәселелерін тыңдаймыз деген жоспарымызда бар. Қаралу үстіндегі мәселелер ол 40% алып отыр, дұрыс. Оның көбісі жаңағы жарық тарту бір көшеге, немесе көшеге жол түсіру, шалғай елді мекендерімізде инфрақұрылымды толық дамыту мәселелері бойынша кішкене бізде ол уақыт алып отыр. Және біздің әлі де бақылауымызда ары қарай оң шешім тапқанша біз жұмыс жасаймыз. Көшпелі қоғамдық қабылдау барысында тұрғындардың өтініштері қабылданып, құқықтық мәселелер бойынша жедел кеңес берілді.